Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін арықтау марафонының 10-шы күні. Қыздар, тегін арықтау марафонына қатысып жатырған қыздар өте аз екен. Маған қолдау білдірсеңіздер, ол үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, үлпіл басуды ұмытпаңыздар. Және дәл осы видеоны кем дегенде 10 құрбыңызға, досыңызға жіберсеңіз, яғни тегін арықтау марафоны болып жатқанын хабардар болса екен. Арықтау марафонның ең маңызды шартының бірі күніне 10 000 шақты жасау. Сіздер 10 000 шақ жасап жүрсіздер ме? Ұйқыдан ояна салысымызбен вакуум жаттығуын жасауды ұмытпаймыз. Таңғы уақытта аш қарында жасайсыздар. Ұйқыдан ояна салысымызбен вакуум жаттығуын жасаймыз. Вакуум жаттығуын жасап болған соң 2 стакан жылы суымызды ішіп алған соң бізде 15-20 минуттай бос уақыт бар. Дәл осы аралықта таңғы асты дайындаймыз. Бүгінгі мен таңғы асым 2 жұмыртқа, сыр бізде қыздар майға кіреді, жұмыртқа белокқа кіреді, қияр бізде клетчатка, міне творог бізде тоже жалпы белокқа кіретін болады. Жалпы қыздар белокты таңғы ас, түскі ас, кешкі аста міндетті түрде жеу керек. Белокты жемесек бізде тері салбырау процесі болуы мүмкін. Сол үшін бұлшық еттен айырылғыңыз келмесе, онда белокты жеуді әдетке айналдырыңыз. Белок бізде жалпы 3-4 сағатқа тойымдылықты береді. Творогтың, яғни ірімшіктің дәмді болған қаласаңыздар, қант алмастырғышты қосуға болады. Мен қант алмастырғышты қосып, таңғы асты осылай дайындап аламын. Қыздар, негізі таңғы ас болсын, түскі ас немесе кешкі ас болсын, кез келген тамақты дайындар алдында тәрелкеге әдемілеп тұрып салыну қажет. Сол кезде әдемілеп салынған тағам бізге визуалды түрде, жалпы айтқанда миымызға сен керемет тамақ жеп жатырсың, дәл осы тамаққа сен тоясың деген сигнал келеді. Ал егер де сіз как попало көрген жерде асығып жейтін болсаңыз, не жеп не ішкеніңізді білмей қаласыз. Сол үшін қыздар, таңғы ас болсын, түскі ас болсын, тамақты әдемі сәндеп жеуге тырысамыз. Тамақтану барысында ең бірінші ескеретін ереже ол тамақтану барысында шайнау қызметін жақсарту қажет. Шайнау қызметін жақсарту үшін әр тамақтану кезінде әр тағамды 25-30 рет шайнау қажет. Сол кезде бізде ас жақсы қорытылатын болады. Ал егерде біз асығып шайнау қызметін дұрыс пайдаланбасақ, тамақпен бірге су ішетін болсақ, бізде сілекей безінің жұмысы кедергі болады және шайнау процесі бізде жақсы дамымайтын болады. Және тойымдылық сезімі де болмайды, не жеп не ішкенімізді білмей қаламыз. Егер де тәтті құмар адам болсаңыз, таңғы асқа немесе түскі асқа жеміс-жидекті пайдалануға болады. Бұл бізде тәттінің орнын басады. Жеміс-жидек болмаса, кептірілген жемістерді де пайдалануға болады. Ең маңыздысы, шай мен суды тамақтану кезінде бірге ішпейміз. Ал қыздар, менде бүгінгі өте тойымды түскі асым палау. Палау менде қыздар ровно 100 грамм болды. 100 грамм палаудың өзіне тойып қаласыздар. Палау менде қыздар күрделі көмірсуға кіреді, яғни бізде түскі аста міндетті түрде күрделі көмірсу болу қажет. Күрделі көмірсудың қасында менде түскі асқа белок болу қажет. Менде белок ретінде палаудың еті болмай қалды. Еті болмағандықтан 2 жұмыртқаны қуырып алдым, яғни белок ретінде. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Ал бетіндегі ол сыр, яғни ірімшік. Салат ретінде кез келген салатты пайдалануға болады қыздар. Мен қиярды пайдаландым, қиярды өте қатты жақсы көремін. Ал қыздар, менің бүгінгі түскі асым осындай болды, өте тойымды болды мен үшін. Ал сіздер дәл осындай түскі асқа тояр ма едіңіздер? Арықтау үшін қыздар дәмді, тойымды тамақтану қажет. Ең бастысы тамағымыз құнарлы болу қажет. Адам арықтау үшін негізі кем дегенде 3 мезгіл тамақтану қажет. Менен көп қыздар сұрайды, интервалды ашығумен арықтауға болады ма деп. Негізі интервалды ашығумен арықтауға болады, бірақ ол жайлы сіздерге толығырақ видеоны сілтемеде қалдырамын. Интервалды ашу негізі қазақтарға тура келе қоймайды. Олар қонаққа барады, тойға барады, интервалды ашу арасында қалып кетеді. Сол үшін ұстауға кеңес бермеймін. Одан да денсаулығыңызға зиян келтірмей тамақтанып арықтағанға не жетсін. Интервалды ашығуда да қыздар өзінің калориясы болады, тамақтану ережесі болады. Сол бойынша тамақтанып арықтайды. Оларда да жаттығу бар, қозғалысты көбейту бар. Оның барлығы қыздар индивидуалды айтылатын нәрсе. Алтыдан кейін тамақ ішпесем арықтаймын ғой деген қыздар болса, сіздерге айтарым, егер де сондай ойда болсаңыздар, арықтамайсыздар. Мысалы, адам бір күнде 1500 калория жеу керек болса, 6-ға дейін жесе де арықтайды. Ал егер де
1500 калория емес, 2500 калорияны 6 айдын жесе, онда сіздерде қозғалыс көбеймесе, арықтау процесі жүрмейді. Ал қыздар, менің бүгінгі кешкі асым творог, яғни ірімшік және болгар бұрышы. Болгар бұрышын кейбір жерлерде тәтті бұрыш немесе болгарский деп те атайды. Қызана екеуінен дәл осындай салат дайындадым. Сіздер де солай кешкі асқа қыздар белок және клетчатканы жеуіміз қажет. Белок бізде міндетті түрде болу қажет. Белок ретінде сиыр еті, тауық еті, жылқы еті, ірімшік, жұмыртқа барлығын кіргізуге болады. Қыздар, тегін арықтау марафонға өте аз қыздар қатысып жатыр екен. Егер де сіз қатысып жатырсаңыз, онда комментарийге жазып кетіңізші, мен қатысып жатырмын деп. Қанша адам қатысқанын білгім келеді. Егер де менде көп адам қатысса, маған шабыт береді. Күнделікті видео салуға менде де желание, яғни ниет пайда болады. Сол үшін қыздар, сіздерден кішкентай ғана көмек сұрап тұрмын. Қыздар, су нормасын ішуді ұмытпаймыз. Әр келі салмаққа 30 санын көбейтесіз. Егер де салмағы 50 келі болса, 30-ды көбейтсеңіз 1,5 литр су болады. Яғни 1,5 литр суды сағат 7-ге дейін ішесіздер. Әр тамақтан алдын 15-20 минут бұрын су ішесіз. Тамақтан кейін 40 минут немесе 1,5 сағаттың көлемінде су ішуді ұмытпаңыздар. Өзі тамақтанып болғаннан кейін 40 минуттан кейін адам автоматты түрде шөлдейді. Қыздар, сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай.